Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұстаздар, қадірлі қонақтар. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл толады. Бұл қайта жаңғырған қазақ мемлекеттілігінің, азаттықты аңсаған ата-бабаларымыздың маңызын әйгілейтін маңызды белес. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған сабағымызға қош келдіңіздер. Тәуелсіздіктің 30 жылын шартты түрде 3 ондыққа бөліп қарастыруға болады. Оның атқарған миссиясы ғасырдың жүгін арқалап тұрғандай. Елбасымыздың бастамасымен мемлекеттік нышандарымыз қабылданып, ата заңымыз айналмайды. Ұлттық валютамыз қолданысқа енді. Қарулы күштеріміз құрылды. Шетелдермен дипломатиялық байланыс орнатып, халықаралық беделді ұйымдарға мүше болдық. Тәуелсіздік тарихымыздағы ерекше бастамалардың бірі әлемдік және дәстүрлі дінді көшбасшылардың съезін өткізу болды. Ендеше сабағымыздың мақсаты бітімгершілік, толеранттылық, жасампаздық, идеяларын жаһандық деңгейде ілгерілету жолында Қазақстан рөліне баға беру. Бүгінгі сабағымызға қатысып отырған қадірлі қонағымызбен таныстыра өтейік. Батыс Қазақстан облысы әкімдігі ішкі саясат басқармасының қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесінің басшысы Қамбетов Медхат Мұсауов. Сонымен қатар мектебіміздің 11-12 сыныбының 100 оқушысы, облысымыздағы 114 мектебінің 3420 оқушысы қазір таңда сабағымызға онлайн жүйеде қатысып отыр. Алғашқы кіріспе сөз Медхат Мұсауовна береміз. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұстаздар және экранның ар жағында қатысып отырған облыс мектептерінің оқушылары. Тәуелсіздік ең қастерлі, ең қымбат ұғым. Осы биылғы жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл деген кезде кейінге көз жүгіртетін болсақ, 30 жылда қандай жетістікке жеттік. Қазақстан Республикасы өзінің шекарасын белгілеп алуда келіссөздер жүргізуде, ядролық қарудан бас тартуда үлкен жетістіктерге жетті. Мынау қарыштап дамып келе жатқан Қазақстан Республикасы біздің егеменді еліміз, тәуелсіздігіміз оңайлықпен келген жоқ. Аталардан балаға мирас болып қалған осы Ақнайзаның ұшымен, Ақбілектің күшімен қорғаған өзіміздің елімізді ары қарай әлемдік деңгейде, халықаралық деңгейде дамыту сізбен біздің басты борышымыз, парызымыз болып келеді. Осы бүгінгі тәуелсіздік сабағының Назарбаев зияткерлік мектебінде басталуы заңдылық деп есептеймін. Өйткені қазіргі әлемдегі Қазақстан авторлық бағдарламасын біздің осы облыстағы мектептерде ары қарай дамыту, осы Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін, озық тәжірибелерін облыстың мектептерінде дамыту бұл үлкен басты мақсат деп есептеймін. Жалпы алатын болсақ, Назарбаев зияткерлік мектептерінің халықаралық деңгейдегі орны осы халықаралық мектептердің арасында аккредитациядан өтіп, дәлелдеп, халықаралық деңгейде білім берудің үлкен жоғары деңгейіне жетуіне, болмаса осы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларының халықаралық деңгейдегі олимпиадаларда, үлкен жарыстарда жетістікке жетуі біздер үшін үлкен мақтаныш деп есептейміз. Енді ел болған жерде біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың да алатын орны ерекше. Өйткені Қазақстанның тәуелсіздігінің тұрақты дамуына, келісім мен бейбітшіліктің болуына, халықаралық деңгейде мемлекеттермен келіссөздер жүргізуде, конфессияаралық не болмаса ұлтаралық қатынастарда жоғары деңгейде жұмыс атқарғаны бәрімізге аян. Сондықтан осы елбасы тұңғыш президентінің салған сара жолы не болмаса 2030 стратегиялық бағдарламасы қабылдаған кезде де 2030 қайда деп ойлап едім. Бүгін мінекей 2021 жыл 30 жылымызды тойлап отырмыз. Алда сол 2030 стратегиялық бағдарламасының қорытындысына жететін күн алыс емес деп есептейміз. Сондықтан осы бүгінгі тәрбие сағатын айта келе сіздерге тілейтінім білімдеріңіз биікте болсын, шығармашылықтың шыңына жетіңіздер, осындай жақсы дәстүрлер ары қарай жалғаса берсін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Құрметті қатысушылар, сабағымызды бастамас бұрын назарымызды бейнематериалға аударсақ. Қазақстанның елордасы Астана бейбітшілік пен келісім шаһар. Осы жерде Азия аймағының орталығында әлемнің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына қатысты шаралар өз шешімін тауып жатыр. Астанада өте маңызды халықаралық мәселелер бойынша ондаған форумдар, саммиттер мен съездер өтті. Солардың әрқайсысы Қазақстан үшін ғана маңызды болып қойған жоқ. Жаңа дүние тарихының бағытына айтарлықтай әсер етті.
Бұдан 15 жыл бұрын елордамыздағы бейбітшілік және келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының алғашқы съезі өтті. Бұл шын мәнінде ғасырда бір рет болатын елеулі оқиға еді. Содан бері дүниежүзілік ірі конфессия өкілдері 3 жылда бір рет Астанада бас қосады. Бүгінгі әңгімеміз дін қайраткерлері кездесуінің жай-жапсарына арналады. 2003 жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан елордасында дінаралық форум өткізу туралы естіген құлақты елең еткізетіндей теңдессіз бастама көтерді. Астана содан бастап діни көшбасшылардың кездесу орнына қажетті диалогтық алаңға айналды. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі 21 ғасырдың басындағы бөтен бір дәуірді бейнелейтін оқиғаға айналды. Оны өткізу идеясы әлемдік деңгейдегі беделді саясаткерлердің көпшілігінен қолдау тапты. Форумның жұмысына ислам, христиан, иудаизм, буддизм, индуизм және басқа да әлемдік діни конфессиялардың атынан 17 делегация қатысты. Елбасының пікірі бойынша дінбасылардың арасында өзара сенім мен түсіністікке құрылған диалог осы салада халықаралық ынтымақтастық орнатуға кең жол ашуы тиіс. Зорлық-зомбылықты, экстремизм мен терроризмді тек солай жеңуге болады. Оқушылар, экранда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 5-ші съезінен сөйлеген сөзінен үзінді берілген. Біз әлемдегі бейбітшілік және келісім сарайы шаңырағының астында толеранттылықтың, мәдениеттер мен діндердің жаһандық үн-қатысуының ұлы тарихын қалыптастырудамыз. Оқушылар, цитатада негізгі ұғымдарға назар аударайықшы. Сіздер бұл ұғымды қалай түсінесіздер? Ұғымдарға интерпретация жасап көрейікші. Цитатада бірінші назар аудару ұғым ол бейбітшілік. Бейбітшілік, тұрақтылық бұл әлемдегі барлық бейбітшіліктер үшін ерекше маңызды. Мен ойымша біз қазір шынымен бейбітшілік заманында тұрамыз. Себебі біз ата-анамыз қасымызда, іні-бауырларымыз бүтін, тұрмысымыз тұрақты және болашағымыз жарқын. Сондықтан да бейбітшілікті әр мемлекеттің нағыз тірегі деп айтуға болады. Жауабыңа рахмет, Әдел. Келесі назар аудару ұғым толеранттылық. Менің ойымша, толеранттылық дегеніміз бұл жергілікті халықтың басқа ұлт өкілдері мен олардың діндеріне, мәдениеттеріне құрметпен қарап барлығын да қабылдауы. Мысалға, біздің еліміз бұл көп ұлтты мемлекет болғандықтан, басқа рухани, діни идеялардың барлығы да қабылданады, және де әрбір адамның құқығы мен бостандығы сақталады. Демек, толеранттылық дегеніміз бұл қоғамның тұтастығын сақтайтын негізгі тетік. Рахмет, Сәулеш. Келесі назар аудару ұғым мәдениет. Негізінде мәдениет анықтамасы көп және де өте кең ұғым болып табылады. Бірақ менің ойымша мәдениет дегеніміз ол осы адамның өмір сүру мақсаты, оның құндылықтары сонымен қатар өмір сүру, яғни қоршаған ортасымен, өмір сүру ортасымен қарым-қатынас болып табылады. Яғни мәдениет дегеніміз ол өзара қарым-қатынас нәтижесінде қалыптасатын өте ерекше ұғым болып табылады. Жауабыңа рахмет, Әдел. Иә, алғаш съез өткізілгеннен кейін бұл съездің түрлі ұлттар мен діндер арасындағы диалогтың қажет екенін және өзекті екенін көрсетіп берді. Сол кездегі беделді саясаткерлер Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, Нельсон Мандела, Жискар д'Эстен сияқты белгілі саясаткерлер тарапынан жиі қолдау тапты. Сабағымыздың негізгі бөлімі бірінші қадамына көшсек. Сабағымыздың бірінші қадамда съезді өткізудегі бейбітшілік пен келісім идеяларын мазмұнына үңіліп көрейік. Съезді өткізуде қандай мақсаттар көзделді? Экранда берілген кілт сөздер арқылы съездің мақсаттарын анықтап көрейікші. Сонымен оқушылар, әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшылар съезін өткізуде қандай мақсаттар көзделді? Міне осы мақсаттарды алдарыңызда тұрған тірек сөздер арқылы ашып көрсеңіздер. Бірінші кілт сөзіміз бізде дін диалогы. Съезді өткізудегі бір мақсат діндер арасындағы диалогты орнату болып табылады. Шынында да әлемде діни, саяси, экономикалық мәселелер ушығып тұрған уақытта мәдениеттер мен мемлекеттер арасындағы олардың бір-бірімен тіл табысуы, ынтымақтастықты күшейту өзекті болып табылады. Мәселен, біздің елімізде 17 түрлі конфессия бүгінде бейбіт өмір сүруде. Діни қақтығыстардың және діни ахуалдың күрделенуінің алдын алу үшін олардың арасында келісім диалогты орнату өте маңызды. Сондықтан біздің мемлекет әлемдік тұрақтылыққа үлес қосып бейбітшілік пен келісім
салмалығын орнатуды көздейді. Толыққанды жауабыңа рахмет, Алия. Келесі тірек сөзіміз діни экстремизм және терроризм. Иә, Анель. ақш-тағы 11-ші қыркүйек оқиғасы Ауғанстан мен Ирак жерлеріндегі әскери операциялар кезіндегі жалпы біздің дүниеміздің тыныштығына кері әсерін тигізді. Сондықтан біздің еліміз Қазақстан осындай қауіпті аймақтарды өз бақылауынан шығармай, тәуелсіздік пен бейбітшілікті нығайту және насихаттау мақсатында өз шараларын алдына қойды. Жалпы осы діни экстремизм және терроризм біздің мемлекетіміздің саяси жүйесінің тұрақсыздығына, сонымен қатар шекаралас елдердің жиі берілісіне алып келеді. Сондықтан осы мәселені шешу үшін менің ойымша діни көшбасшылар арасындағы диалог құрып, біз болашағымызда үлкен мүмкіндіктерге жете аламыз. Иә, дұрыс айтасың, Анель. Расымен де діннің атын жамылған әртүрлі экстремистік топтардың әрекеттерін қарастыру осы съездің бір мақсаты болып табылады. Келесі тірек сөзіміз мәдениеттер мен өркениеттер. Бахтияр. Әр ұлттың мәдениеті сол ұлттың тарихына, адамдардың діни көзқарасына, тіліне және тағы да басқа қалыптастырушы факторлерге байланысты қалыптасады. Және бұл әр ұлт үшін өзгеше болып келеді, сондықтан екі мәдениет бір-біріне ұқсамайды, кейде тіпті бір-біріне қарама-қайшы келуі де мүмкін. Осындай жағдайда Қазақстан көптеген ұлттар мен конфессиялардың тоғысқан жері ретінде сол өзінің татулықты көздеген саясатын жүргізе отырып, сол адамдар арасындағы толеранттылықты дамыту, бейбітшілік пен келісімді сақтау және ең бастысы сол адамдар арасындағы қақтығыстарды болдырмауды мақсат етеді. Иә, Бахтияр, расымен де қазіргі таңда жаһандану заманына қарамастан мәдениеттер мен өркениеттердің өзара алшақтауын, оның алдын алу біз осы съездің басты мақсаттарының бірі болған еді. Келесі халықаралық ынтымақтастық. Иә, оқушылар. Адия. Өткен кездерде туындаған саяси оқиғалар, діни қырғын қақтығыстар, көп конфессиялық қоғамдағы проблемалар әлі күнге дейін шешімін күтіп, өзектілігін жоймай келе жатыр. Сол себепті осы бағытта халықаралық ынтымақтастықты нығайту керек. Менің ойымша қазіргі таңда халықтардың, діндердің, мемлекеттердің, үкіметтердің өзара іс-қимылы мен бейбіт қатар өмір сүру мәселесі айрықша маңызды болып келеді. Иә, оқушылар, діни съезді өткізудегі дін көшбасшылары арасындағы съезді өткізу арқылы мемлекетіміз діндер арасындағы диалог арқылы халықаралық ынтымақтастықты орнатуды көздеген еді. Иә, оқушылар, сабағымызды съездің мақсаттарын анықтап, мазмұнына терең үңілген сияқтымыз. Ендеше, оқушылар, сабағымыздың қауіпсіз әлем екінші қадамына назар аударайық. Оқушылар, алдарыңызда қауіпсіз әлем тақырыбындағы екінші қадамға қатысты негізгі бөлімдер, яғни қатысушылар географиясы, съезд тұжырымдары және маңызына қатысты бөліктер берілген. Қазір сіздерге берілген материалмен танысамыз. Оқушылар, бірінші танысамыз. Материалды ашып оқимыз. Және алдарыңызда берілген негізгі фактілерді осы бөлімдер бойынша топтастыруға дайындаламыз. Назар аударайық. Қатысушылар географиясы. Қатысушылар географиясына қатысты негізгі фактілер қандай? Кім бастайды? Оқушылар. Еспол, рұқсат. Барлығымыз білетіндей 2003 жылы 23 және 24 қыркүйек күндері өткен алғашқы съезге 13 елден діни лидерлер мен меймандар қатысты.
5-ші съезге қатысу үшін Астанаға әлемнің 42 еліне 80-нен астам делегат сапарлап келген. Бұл нені көрсетеді? Бұл осы 18 жылдың ішінде әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі дінаралық және конфессияаралық қарым-қатынас бойынша абыройлы алаңға айналғанын айқындайды. Осы орайда елбасымыздың айрықша рөлін атап өткен жөн, себебі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы әлемдік және дәстүрлі діндер форумын еліміздің бас қаласы Астана қаласында өткізуді өзі ұсынған болатын. Содан бері Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі одан әрі нығая түсіп, осы форумның рөлі артып келеді. Мысалы, 2015 жылы Астана қаласында өткен 5-ші съезге Біріккен ұлттар ұйымының сол кездегі бас хатшысы Пан Ги Мун, Финляндия президенті Саули Нинистерлер және Иордания королі Абдалла II қатысқан болатын. Иә, оқушылар, расымен де әр съезге қатысқан қатысушы делегаттардың құрамын қарайтын болсақ, әр съез сайын оның географиясының ауқымының кеңейгендігін көреміз. Келесі съез тұжырымдары. Иә, қандай негізгі тұжырымдар жасалған еді? Дәулет? 2003 жылдан бері осы форум барша әлемді толғандырған терроризм, кейбір адамдардың белгілі бір дін қағидаларын дұрыс түсінбей қоршаған ортасына зиян тигізу, сонымен қатар мәдениеттер мен өркениеттер бір-бірінен алшақтай түсу мәселелерін сәтті қарастырып келеді. Жақсы. Ал енді осы бөлімге қатысты қайсысы негізгі фактілер? Сонымен қатар, 3-ші съез құжаты бұл еліміздегі діни қауіпсіздік пен дінге қатысты маңызды мәселелерді қарастырған құжат болып табылады. Ал келесі 4-ші съез аясында халықаралық ұйымдармен диалог және ынтымақтастықты қамтамасыз етудің басымдықтары мен тетіктерін айқындау мәселелері қарастырылған. Сондай-ақ бұл съездің үдеуінде әлеуметтік даму, адамгершілік, тәрбие, иман және білім беру мәселелері бойынша біршама өзекті мәселелер қарастырылды. Ал соңғы 5-ші съез аясында көбінесе аса маңызды делінген заманауи және саяси мәселелер қамтылған. Тамаша жауап. Иә, расымен де оқушылар әрбір съездің нәтижесінде қабылданған тұжырымдарға қарайтын болсақ, онда негізгі мәселелер ретінде әрине дінаралық диалог қана емес, қазіргі заманғы рухани мәселелер, отбасы мәселесі, қоғамдағы әйелдің рөліне қатысты мәселелер де осы съез аясында қарастырылғандығын көреміз. Келесі маңызына қатысты негізгі фактілерге тоқталсақ. Жалпы барлық 6 съез барысында маңызды құжаттар қабылданды және форумның институты құрылымын жетілдіру қатар жүзеге асты. Негізінен 1-ші съез декларациясының маңызы өте зор, себебі осы форум барысында дінаралық диалогтық қағидаттар және съезге қатысушылардың кодексі бекітілген болатын. Екіншіден, съез көптеген діндердің міндеті қазіргі уақытта ортақ екенін айқын көрсетіп берді. Үшіншіден, съез жұмысының нәтижесі ретінде қатысушылардың үндеуі қабылданды. Қорытындылай келе, бұл құжаттан биік рухани мән-мағынаға толы үн байқалып тұрады және діни көшбасшылар бүкіл адамзатты ғаламшарымыздың болашағы үшін өзара ықпалдастыққа, бейбітшілік пен келісімге, әділеттілік пен жасампаздыққа шақырады. Иә, расымен де оқушылар, бұл съезде қарастырылған мәселелер тұрғысынан бұл шараның әлемдік маңызы бар екендігін атап өтуіміз керек. Осы тұста қоса кететін нәрсе балалар, 2022 жылы ел президенті Тоқаевтың бұйрығымен манағы әлемдік және дін көшбасшылар съезін өткізу жоспарлануда. Және қазіргі таңда осы съезде қарастырылатын басты мәселелер белгіленеді деп жоспарлануда. Енді оқушылар, осы қатысушылар съез тұжырымдары және маңызына қатысты алған ақпаратымызды бекіте түсу үшін интерактивті тапсырмаға назар аударайық. Барлығымыз интерактивті ойынға қосылсақ, аты жөнімізді енгізіп, балалар белсенділік
Қазір оқушылар сіздерге осы екінші қадам бойынша қарастырылған негізгі мәселелер туралы сұрақтар беріледі. Әрбір сұраққа мұқият ойланып, бірақ тездетіп жауап беруіңіз керек. Жақсы. Ендеше бастаймыз. Диалог алаңы бойынша сұрақтар. Бірінші сұрақ. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының қанша съезі шақырылды? Иә, әрине оқушылар, осы кезге дейін 6 съезд өткізілген еді. Келесі. Дін көшбасшыларының съезі шақыртылады. Қанша жыл сайын? Әрине, әр 3 жыл сайын. Келесі сұраққа өтсек. 2015 жылы Астана қаласындағы 5-ші съезге қатысқан Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Ғана Еспол өз сөзінде атап өткен еді, есіңізге түсірейік. Пан Ги Мун. Келесі сұрақ. Адамгершілік, тәрбие және білім беру саласындағы бірқатар өзекті бағыттар қамтылды. Қай съезде? Балалар, тұжырымдары маңызды деген бөлікке байланысты ақпараттарда айтылды. Әрине, ол 4-ші съезд барысында. Әділет бізде алда келе жатырған сияқты. Келесі сұраққа өтсек, съезд идеясы негізінде Нұр-Сұлтан қаласында әйгілі Фостер жобасымен салынған сәулет өнер ескерткіші. Әрине, ол Нұр-Сұлтан қаласының көрнекті орны бейбітшілік және келісім сарайы немесе халық арасында пирамида деген атауға ие болған сәулет ескерткіші. Тамаша. Келесі сұрақ. 5-ші съезд барысында үлкен мән берілді. Қандай мәселелерге? Балалар, ойланып жауап береміз. Есімізге түсірейік. Әрине, ол мемлекетаралық мәселелерге, яғни мемлекеттер арасындағы саяси және әлеуметтік мәдени мәселелерде осы съезд барысында көрініс тапты. Келесі соңғы сұрағымыз. 1-ші съезд нәтижесінде бекітілген маңызды құжат атауы. Қайсысы? Оқушылар, декларация білетіңіздей, әрбір съезден кейін съезд қатысушылары белгілі бір тұжырымға келіп, құжат қабылдайды. Міне осындай маңызды құжаттардың бірі 1-ші съезд қатысушыларының декларациясы болады. Оқушылар, қатысқандарыңызға көп рахмет, белсенді жауап бердіңіздер. Міне нәтиже алдарыңызда. Тамаша. Аманжан. Барлық сұрақтарға толыққанды дұрыс және тез жауап берді. Сабағымыздың 3-ші қадамы диалог алаңына көшсек. Оқушылар, бағана жоғарыда атап өттік,
Нұр-Сұлтан қаласында өткізілген әлемдік және дәстүрлі діндер съезі көптеген беделді саясаткерлер, көптеген діндер көшбасшылар, көптеген халықаралық ұйымдар тарапынан жоғары бағаға ие болды. Үшінші қадамда алдарыңызға сол Қазақстанның бейбітшілікті тұрақтылықты қалыптастырудағы рөліне баға беру мақсатында белгілі қайраткерлердің цитаталары берілген. Ортаға шығып, кез келген цитатын таңдап, пікір білдіруіңіз сұралады. Яғни оқушылар осы съезге қатысқан тұлғалардың съез туралы пікірлерін өз ойларыңызбен жалғап түсіндіресіздер. Бірінші тұлға Кофи Аннан, Біріккен ұлттар ұйымының 7-ші хатшысы. Қазақстандағы түрлі халық өкілдерінің бейбіт өмірі бүкіл әлемге үлгі тұтарлық. Біріккен ұлттар ұйымының 7-ші бас хатшысы танымал тарихи тұлға Кофи Аннан Қазақстан туралы ең алдымен ол әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезіне қатысқан болатын. Ол Қазақстан туралы еліміздің тмд елдері арасында ауызбіршілігімен, татулығымен ерекшеленетінін, экономикада үлкен жетістіктерге жететінін жайлы атап пікір қалдырды. Сондай-ақ Кофи Аннан Қазақстанда тұрып жатқан 100-ден астам әртүрлі ұлт өкілдерінің ынтымақтастығынан және ядролық қарудан бас тарту туралы батыл шешімінен басқа мемлекеттердің үлгі алуы тиіс екенін ерекше атап өтті. Иә, оқушылар, білетініңіздей, көптеген халықаралық ұйымдар осы әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының съезін қолдап, оған жоғары баға берген еді. Келесі тұлға Пан Ги Мун, Біріккен ұлттар ұйымының 8-ші хатшысы. Бүгінде Қазақстан тұрақтылық орталығы рөлін атқарады және татулық пен бірліктің нышаны болып табылады. Қазіргі таңда бүкіл әлем діни лаңкестік пен экстремизмнен зардап шегіп жатқандықтан, бұған қарсы тұра алатын діни көшбасшылардың қатары арту қажет деген ойды Пан Ги Мун жеткізгісі келді деп ойлаймын. Себебі бұл мәселе расында да халықаралық қолдауды қажет етеді. Және де дін басшылары өз қауымдастықтарын біріктіріп, ал Қазақстан бұл мәдениеттер арасында сындарлы диалогтың қамтамасыз ете алады да, тұрақтылық орталығының рөлін атқарып, жалпы бүкіл әлемге бірлік идеясын таратуда өте айрықша маңызды рөл атқарады деп ойлаймын. Тұшымды ойыңа рахмет, Сәреш. Иә, Шерхан. Келесі тұлға 2-ші Абдалла ибн Хусейн, Иордания королі. Бейбітшілік пен келісім үшін Астананың диалог алаңы төтенше әрі маңызды. 2-ші Абдалла Хусейн, яғни Иордания королі ең алдымен Қазақстанның тұңғыш президентіне алғыс білдірген болатын, және оның үстінде пікірталас диалогтық алаңның орнатуы аса маңызды екені туралы көзделген болатын. Себебі қазіргі таңда біздің бейбітшілігімізге, дінімізге қатер төндіретін факторлармен күресуіміз қажет туралы айтқан болатын. Және де бұл мәселе жаһандық террормен тығыз байланысты болғандықтан, бұл жан-жақты қарастырылуы қажет. Яғни ыстық нүктелерде орналасқан өңірлерге халықаралық көмек, саяси шешімдер сияқты жәрдемдер аса қажет. Сондықтан қазіргі уақытта ортақ шешімге келу және бірігу өте маңызды болып табылады деп айтқан болатын. Рахмет, Шерхан. Келесі тұлға Шломо Амар, Израильдің бас раввині. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтарды ғана емес, сондай-ақ диалог арқылы түрлі діндер мен мәдениетті, түрлі идеология мен дүниетанымдағы қоғамды біріктіретін әлем үшін жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды. Израильдің бас раввині Шломо Амар 2012 жылы өткен әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 4-ші съезіне қатысқан болатын. Ол келесі пікір білдірді. Тек қана диалог пен өзара келісім жолындағы елдер, халықтар мен мемлекеттер ғана бейбітшілікке қол жеткізе алады. Қазақстан халқы мен президенті бұған қол жеткізіп отыр. Еліміздің конфессияаралық келісім мен төзімділікті қамтамасыз етудегі жетістіктері қазір күллі әлем үшін үлгі болып отырғаны анық.
форумда Нұрсұлтан Назарбаев тек халықтарды ғана емес, диалог арқылы түрлі діндер мен мәдениетті, идеология мен дүниетанымдағы қоғамды біріктіретін әлем үшін жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды. Осылайша елбасының бейбітшілік, келісім мен толеранттылықты насихаттаудағы алпауыт үлесіне жоғары баға берді. Иә, расымен де оқушылар көріп отырғанымыздай жаңа біріккен ұлттар ұйымын құрды деген теңеудің өзі бұл әлемдік бастама екендігін, әлемдік деңгейдегі маңызды оқиға екендігін тағы бір қуаттап тұрғандай. Келесі цитата. Келесі тұлға Жан Кретен, Канаданың экс-премьер-министрі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев арқылы әлемге көреген және парасатты саясаттың үлгісін көрсетуде. Жан Кретен 2012 жылы еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласында өткен әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезіне қатысқан болатын. Және де осы діндер диалогы туралы өз ойын атап өткен. Астана сұхбат алаңы ел азаматтарына бостандық пен бейбіт өмірді қамтамасыз етудегі жоғары рөл атқаруды атап өтеді. Сонымен қатар елбасымыздың көреген және салиқалы саясат үлгісін бүкіл әлемге паш етіп өткенін атап өтеді. Келесі, Айгүл. Келесі тұлға Кьел Бондевик, Норвегияның экс-премьер-министрі. Астана съезінің мақсаты қақтығыстарды болдырмау және әртүрлі діндерді жақындастыру болып отыр. 2009 жылы өткізілген әлемдік және дәстүрлік діндер көшбасшыларының 3-ші съезіне осы Норвегияның экс-премьер-министрі және бейбітшілік және адам құқықтар орталығының басшысы Кьел Бондевик қатысқан болатын. Оның айтуынша, осы бейбітшілік және адам құқықтары орталығы дінаралық және мәдениетаралық диалогқа мүдделі. Сондықтан да оның мақсаты осы Астана мақсатының бірдей болып келеді. Яғни діндер арасындағы татулықты ұйымдастыру, қақтығыстардың алдын алу және дінаралық ынтымақтастыққа ие болу. Иә, расымен де оқушылар, біз мана сабағымыздың бірінші бөлімде съездің өткізілу мақсатын қарастырған кезде оның бірнеше бөліктен тұратындығын көрдік. Міне осы мақсаттардың барлығын жинақтап Кьел Бондевиктің пікірін көре аламыз. Келесі тұлға Дінаралық диалог кеңесінің президенті. Қазақстан алуан түрлі қақтығыстардың себептері ғана емес, сонымен бірге мәдениеттері, дәстүрлер мен діндердің өзара байытылуына қызмет етуі мүмкін екендігінің жарқын мысалы. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 5-ші съезінде спикері болған Жан-Луи Торан Қазақстан халқына, үкіметіне, олардың жомарттылығы мен қонақжайлылығы үшін алғысын айтып, бітім жариялауға, келіссөздер арқылы зорлық-зомбылықты тоқтату, бейбіт азаматтарды қорғау және барлық қайшылықтарды бейбіт жолмен шешу туралы келісім жасау керектігін атап өтті. Осылайша, Папа дінаралық диалогының кеңесі президенті Қазақстан түрлі мәдениеттер, ұлттар мен дәстүрлердің өзара байытылуына қызмет ете алатындығын білдірді. Иә, расымен де оқушылар, көріп отырғанымыздай, әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының диалогы ол халықаралық ынтымақтастықтың кең мүмкіндіктерін ашып, әлемдегі ұлтаралық қақтығыстар, діни экстремизм, терроризм сынды теріс көріністерді жоюға кең мүмкіндіктер береді. Иә, оқушылар, бағана сабағымызда атап өткендей, республика көп дінді, көп қоғамды еді. 140-тан астам ұлт өкілдері мен 40-тан астам конфессия өмір сүреді. Солардың бір шаңырақ астында тату-тәтті тұруы ол халқымыздың бейбіт сүйгіштігінің қасиеті деп білемін. Және елбасымыздың сарабдал саясаты. Осы сәт, осы конфессияаралық келісім барлық әлем жұртшылығына үлгі. Сонымен елімізде бейбітшілік пен қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етуде бірлескен іс-шаралар өз жемісін беруде. Тәуелсіздіктің 30 жылында өркениетті мемлекеттермен терезесі тең Қазақстанның иегі атаны өскелең ұрпақ. Ортаға тәуелсіздіктің құрдасы мектебіміздің жаһандық перспективалар пәнінің мұғалімі Олжанай Маратқызын шақырамыз. Қайырлы күн барша қатысушыларға.
Менің есімім Ұлжанай Маратқызы. Мектебімізде тарих және ағылшын тілі пәндерінен сабақ беремін. Жалпы 91 жылы дүниеге келдім. Бұл дегеніміз нағыз тәуелсіздік ұрпағымын, құрдасымын. Бүгінгі тақырып аясында сөз қозғайтын болсақ, қазіргі таңда жаңалықтардан білеміз, түрлі қақтығыстар, терактілер болып жатыр, ал салыстырмалы түрде біздің еліміздегі жағдай тыныш, біздің ұйқымыз тыныш. Қазақстан тәуелсіздік алғалы көптеген кез келген салада жетістіктерге жетті. Мысалы, біздің өзімізге тән ұлттық кодымыз бар, ішкі сыртқы жағдайымыз тұрақталған, нығайтылған. Осындай өмірдің арқасында, мысалы, біздер сияқты мамандардың, оқушылардың жалпы өсіп өнуіне, дамуына барлық жағдайлар жасалған. Бұл дегеніміз бейбіт өмірдің арқасы, ішкі қоғамдағы тұрақтылықтың арқасы. Жалпы мен маман ретінде, әйел адам ретінде өзімнің дамуына еш кедергілер көрмедім. Тіпті сонау балабақшаның өзінен тәрбиешілеріміз бізге ағылшын тілін үйреніп, ол болашақтағы менің мамандығыма деген қызығушылығын оятты. Сонымен бірге өзімнің қалаған оқу орныма тегін түсіп, оқып, қалаған мектебіме жұмысқа орналасуыма жағдайлар болды. Осындай бейбіт өмірдің арқасында қазіргі таңда білім беру саласында қызмет етіп келемін. Өзімнің бір осы жылдарда жеткен жетістіктерім бар. Жарқын мысал болатын, бұл 2018 жылы Батыс Қазақстан облысының 100 жаңа есімі тізімінің қатарына енген болатынмын. Қорытындылайтын болсам, осындай бейбіт өмір, тұрақтылық, жетістіктер, бұлар менің құрдастарымның көрген жетістіктері. Ұлжанай Маратқызы, үлкен рахмет. Бүгінгі тәуелсіздік сағалын қорытындылау үшін сөз мектебіміздің директоры Айтукеш Қайдарбек Төлебұлына береді. Құрметті оқушылар, құрметті мына YouTube каналы арқылы осыған қатысып отырған облысымыздың мектеп оқушылары, ұстаздары, жалпы тәуелсіздік деген кезде кез келген қазақтың көкейінде бір сондай қуаныш сезімі келетін түсінікті. Өйткені өздеріңіз білесіңдер, жаңа да айтып отырсыңдар, қаншама мемлекеттер өзінің тәуелсіздігін әлі күнге шейін ала алмай жүрген мемлекеттер бар. Өзінің тілін, өзінің мәдениетін, өзінің болашағын айқындауға белгілі бір себептермен қол жеткізе алмай жүрген қаншама халық бар. Сондықтан да осындай жағдайда біздің жас мемлекетіміз ең бірінші кезекте әрине ол елдің бірлігінің арқасында, онан қалды тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлкен көрегендігінің арқасында осыған қол жеткізіп отырмыз. Әрқайсы адам ең бірінші кезекте, енді адам болып дүниеге келгеннен кейін армандайды ғой. Сіздер де қазір армандарыңды айтып жатсыңдар. Ертең үлкен мамандықтың иесі боламын дейсіңдер. Әрине бұның барлығын қол жеткізуге болады. Тек қандай жағдайда? Егерде елде бейбітшілік пен келісім болса, егерде елде бір күн біреудің көз жасынан соғыс тағы деген нәрсе болатын болса, бұның арманның барлығы бытырап, ешқандай болашаққа қарау қиындау. Ол мемлекеттегі бейбітшілікті сақтау, ол тек қана осы мемлекеттің халқына байланысты емес. Біздер жаһандық өмірде өмір сүріп жатқан соң, айналада не болып жатыр? Діндердің арасында қандай келісім бар? Осының барлығы біздің ел басымыздың үлкен саясаткер екендігін көрсетті. Өйткені бұл мәселеге барлық діндердің басшыларын қосып, біздің астанамызда осындай үлкен съезге бастама жасады. Міне, қаншама жылдар бері бұл жалғасып келе жатыр. Диалог арқылы, мына үлкен үстелдің басында бәрі отырып өздерінің пікірлерін айтып, жаңа қаншама қатысушылар өздерінің пікірлерін ортаға салып жатыр. Сол арқылы әлемдегі бейбітшілік пен келісімді сақтау. Қандай ұлт болмасын, қандай дін, нанымдарға болмасын. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл сабақтан алғанымыз не десе, әрқайсымыз осы тәуелсіздік жылдарындағы еліміздегі елбасымен көтерген игі бастаманы біліп жүру керекпіз. Дәріптеп жүру керекпіз.
айтып жүру керекпіз. Әрқайсымыздың осыған қосатын үлесіміз осындай оқиғаларды жүрекпен сезініп, әрі қарай сабақтастықпен жалғастыру. Сондықтан да мен ойлаймын, тәуелсіздігіміз әр отбасына, әр қазақстандыққа, болашаққа нық қарауға, еліміздің дамуына барша үлесімізді қосуға мүмкіндік беріп отыр. Олай болса, еліміздің тәуелсіздік мерейтойы құтты болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын деп айтқым келеді. Сабағымызды түйіндей келсек, Қазақстан әлемдік діндер көшбасшыларының съезін өткізу арқылы осы салада әрдайым тиімді ынтымақтастыққа дайын екенін көрсетті. Ең жоғары деңгейде өркениетаралық, мәдениетаралық диалогтың дамуына үлесін қосуда. Құрметті оқушылар, ұстаздар, қонақтар, осымен біздің бүгінгі тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған сабағымыз өз мәресіне жетті. Еліміздің еңсесі биік, туымыздың тұғыры берік, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай. Tükelim, kökülüm, kökülimde kıvaunayman, kökülüm, künün nurun, aydın əbbaq söylesi, Kazağımına mahabat av depler. Hayda versen vatan eken, kökeyene de şafadeken, künümüzde rüyasına, kıymayona batadeken. Kökelim, kökülüm, kökülümde kıvaunayman, kökülüm. Asqar tavon, aspanam men talasqan, Kazağımdan mertebe sal dep bilem. Qayda versen atan eken, kökeyene de jatadeken, kününüzü rüyasına, kıymayanlar batadeken. Qayda versen atan eken, kökeyene de jatadeken.